Сәлем футбол жанкүйерлері, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы бүгін де өткен аптадағы дәстүрімізден айнымай, осы Европаның үздік топ чемпионаттарындағы үздік матчтар жайында сөз ететін боламыз. Жалпы дәл қазір Европа чемпионаттарының нағыз қызған шағы, интриганың қайнаған шағы, алайда сонда да соның ішіндегі ең маңызды дейтін ойындар жайында сөз ететін боламыз. Жалпы осы Европалық топ чемпионатта шолуды бүгін бірінші матчтан бастасам деп отырмын. Бірінші матч ол әрине Англия кубогының финалы, әлемдегі ең ескі футбол додаларының бірінің, жалпы тарихи сәт десек болатын шығар, 137 жылдық тарихында Лестер Сити футбол клубы бірінші рет Англия кубогында топ жарып отыр. Жалпы финалдық матчты өздеріңіз көрдіңіздер, көрмегендер болса міндетті түрде көруге кеңес беремін. Жалпы өте керемет, қызыққа толы матч. Юрий Тилеманстың бір ғана голы шешкенімен жалпы осы ойында Томас Тухельдің командасының сондай бір әлсіз тұсы ол әрине шабуыл екені көрініп қалды. Кристиан Пулишич те, Тимо Вернер де, Мейсон Маунт та жалпы осындай әзірге жалпы сол Лэмпорттың командасы дейтін шығармыз. Бұны Лэмпорт дайындап кеткен команда, Томас Тухель жай ғана сол бір кішкене сол бір темперамент берді деп айтсақ болатын шығар осы командаға, және әзірге сондай үлкен додаға дайын емес екендігі көрініп қалды. Енді Чемпиондар лигасының финалында, англиялық финал не болатынын сізбен біз осы алдағы уақытта көретін боламыз әрине. Алайда Англия кубогының финалында Челси сөзсіз жеңіске лайықты команда болмады деп айтсақ болатын шығар. Ал Лестер Ситиге жалпы сол күні Лестер Ситиге жанкүйер болған барша жанкүйерлерді құттықтағым келіп отыр. Әрине толыққанды Лестерге жанкүйер жоқ шығар Қазақстанда әзірге. Алайда жақын арада, жақын уақытта пайда болады деген сенімдемін, себебі Лестер Ситидің осы 2016 жылдан бергі жалпы прогрессі өте керемет. Дәл қазір осы Англия кубогында да 2016 жыл чемпион болған білесіздер. Және осы тұста бір ғана сұраққа жауап беріп кетейін. Бұл сенсация ма, бұл әлде заңдылық па деген сұрақ әрине сөзсіз туатындығы анық. Лестердің Англия кубогын жеңу бұл ешқандай да сенсация емес. Лестер бірінші жыл топ клуб болып саналып жатқан жоқ. Және сол бір Англия чемпионы болған уақыттан бастап Лестер өзіндік керемет дамып келе жатқан командалардың бірі. Және бұл жеңген Англия кубогы бұл толыққанды заңдылық және толыққанды Лестердің өзінің сондай маңдай терімен келген жалпы жеңісі десек болатын шығар. Және осы ойындағы ерекше атап өтетін бір ойыншы ол Каспер Шмейхель десем болатын шығар. Ойынның нағыз қаһарманы. Әрине Лестер бүкіл командасымен қаһарман, алайда Каспер Шмейхельдің бір өзі сол күні сол финалда ерекше дүниелер жасады десек болатын шығар. Және Лестерге жанкүйер болған барлық жанкүйерлерді құттықтап қаламын. Келесі додаға өтетін болсақ, ол әрине Ла Лига. Бұл жерде де нағыз қызықтың қайнаған шағы десек болатын шығар. Өткен видеомда айта кеткендей, жалпы соңғы екі видеода айта келе жатырмын. Барселона турнирден шықты, мен оны алдын ала білгенмін. Жалпы кеше ресми түрде десек болатын шығар, кешегі Сельтамен жеңілістен кейін Барселона ресми түрде жалпы бұл додадан шықты. Ал енді соңғы турда аралары 2 очко бөліп тұрған қос мадридтік ұжым, біреуі Вальядолидке, екіншісі Вильяреалға жол тартады. Және бұл жерде Атлетико Мадридтің чемпион болуға әзірге жалпы мүмкіндігі жоғары. Ол біріншіден Атлетико Мадрид алда тұр, ұпайлар бойынша кешегі жеңісі жалпы өте керемет жеңіс болды десек болатын шығар. Кешегі жеңісін және кешегі Реалдың да жеңісін атап өткен жөн. Билбао Атлетиктің үстінен 0-1 есебімен жеңіске жетті. Алайда сол бір Диего Симеоненің командасының қазір 90 минут бойы жаңағы интенсивті жұмыс жасауы көрінді кешегі ойында, және бұл өте жақсы нәтиже. Және соңғы турда Вальядолидке қонаққа барады, қателеспесем, Атлетико. Ал Мадридтің Реалы ол Вильяреалмен ойнайды. Вильяреал өздеріңіз білетіндей биыл керемет нәтиже көрсетіп келе жатқан команда, сондықтан Вильяреал тең ойын көрсетіп Атлетикоға жеңіс сыйлауы да әбден мүмкін. Ал мен өзім жеке футбол жанкүйері ретінде Атлетиконың чемпион болғанын әбден қалар едім, себебі Диего Симеоненің командасы сол бір 2014 жылғы чемпиондықтан кейін сондай бір чемпиондыққа алуға биыл ең жақын келе жатқан және ең лайық келе жатқан командалардың бірі, футбол жағынан айтып жатырмын. Келесі Германияға көшсек, Германияда өздеріңіз білетіндей өткен аптада Германия кубогының финалы болды. Боруссия Дортмунд пен Red Bull Leipzig екеуі де сондай бір нейтральды жанкүйерлер үшін өте жақын команда десек болатын шығар, өте сүйікті команда. Мен жеке өзім үшін екеуінің
сондай сол бір Боруссия Дортмундтың да сол 12 жылдан бастап келе жатқан, 11-12 жылдан бастап келе жатқан кез келген жанкүйер үшін Боруссия Дортмунд сүйікті клуб шығар. Сол нейтральды жағынан алғанда, ал RB Лейпциг ол өздеріңіз білетіндей соңғы 3-4 жылдағы прогресс жағынан ешқандай команда сай келмейтін шығар. Тіпті Манчестер Ситидің өзі RB Лейпцигке кішкене ойындық прогресс жағынан төмен тұрады десем болатын шығар. Алайда дәл осы бір ғана сол бір кемшілігі әрине осы қолына алтын жүлде ала алмағандығы. Биыл да өкінішке орай құр қалды. Алайда сол бір жасы енді ғана 10-нан асқан футболдық жаңағы команда үшін бұл әрине өте керемет нәтиже десем болатын шығар. Тіпті финалға шығып осы Чемпиондар лигасының өзінде ойнау мысалы Юлиан Нагельсманның командасы үшін. Алайда Юлиан Нагельсманның командасының осы Юлиан Нагельсман Баварияға кетеді деген ақпарат шыққаннан бергі нәтижесіне қарасақ, өкінішке орай кішкене жиналу керек сияқты. RB Лейпцигке келесі маусымда да осындай жоғарғы орындардан көргісі келсе. Келесі Италия А сериясы, бұл жердегі 2 матчты атап өткім келіп отыр. Ол Милан мен Торино арасындағы ойын. Өздеріңіз көргендей қызыл айдаһарлар дейді Миланды, немесе Россонерилер жалпы туриндік командаларды соңғы 2 турдан бері аямай жатыр десек болатын шығар. Өткен турда Ювентуске гол соқты, 3 гол, қазір 7 гол соқты Ториноға. Және 10 гол соқты Туринде. Және екеуін де Туринде жасады. Және қонақтағы мықтылық десек болатын шығар. Бұны жалпы керемет нәтиже. Милан өзінің келесі маусымдағы Чемпиондар лигасына қайта оралуын толыққанды нүктесін қойды десек болатын шығар. Және Миланның жанкүйерлерін осындай жеңісімен және осындай Чемпиондар лигасына қайта оралуымен араға біраз жыл салып құттықтауға болады. Ал енді Франция бірінші лигасына көшсек, бұл жерде де нағыз жаңағы айтып айтпай не керек. Биыл жалпы Франция бірінші лигасы қатты таңғалдыруда. Жаңағы Хорхе Сампаоли тізгін ұстағаннан кейінгі Олимпик Марсель қандай керемет ойын көрсетуде. Монако сол бір Головинмен, жаңағы Нико Ковачпен жақсы ойын көрсетіп жатыр Монакода. Және басты сенсация биылғы болуы мүмкін ол әрине Лиль. Өкінішке орай өткен турда Лиль Сент-Этьенмен тең ойын көрсетіп қалды. Сонда да Лильдің әзірге чемпион болуға жалпы мүмкіндігі бар. Ең соңғы турда осы Лиль қателеспесем бір шынымды айтайын, бір аутсайдер командамен өнер көрсетеді, білмейді екенмін кіммен екенін. Және осы жерде Лиль жеңіске жету керек, және де ПСЖ жеңіске жеткен күнде де чемпион бола алмайды. Және осы бір керемет қызық нәтиже негізі, егер Лиль чемпион болатын болса. Және Франция финалы жайында айта кетейін, ол алдағы уақытта сәрсенбі күні болады, қателеспесем. Монако мен Францияның чемпионы деп қазіргі айта берейік, ПСЖ өнер көрсетеді. Және бұл жерде енді көптеген нейтральды жанкүйерлердің қай команданы жақтайтынын айтпай ақ қойсам да түсінікті шығар. Және қос командаға да сәттілік тілеймін алдағы финалда. Міне құрметті достар, бүгін сіздермен қысқа да болса осындай еуропалық топ чемпионаттар жайында өнер көрсеткенмін. Ой, бәлі! Шығатын жағы аяқ бұл. Видео ұнап жатса арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, және де өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен, Botinho KZ арнасы.